Ағылшын тілі әліппесі. Ағылшын тілінде 26 әріп бар. Оның 5-еуі дауысты, қалған 21-і дауыссыз дыбыс болып есептелінеді. Ағылшын тілінде 26 әріп болғанымен дыбыс түрлері 26-дан да көп. Онымен жаймен танысатын боламыз. Әр әріппен жақын танысайық. Сонымен бірінші әріп A әріпі. Қазақша міне жазылуы A әріпі, яғни жеке тұрғанда бұл әріпті біз A әріпі демейміз, A әріпі деп атаймыз. Бұл әріп сөзде 5 түрлі оқылуы мүмкін. Бәрімен танысып шығайық. Cat, mat, jam. Дыбыстық белгілемесі мынадай болады. Келесі take, lake, bake, яғни A болып оқылады. Take, lake, bake. Үшінші ұзақ А болып оқылады, 2 нүкте қойылып тұр. Дыбыстық белгілемесінде car, jar, tart. Тағы бір түрі О мен А-ның арасындағы бір дыбыс water, was, what. Үшінші өте қысқа дыбыс. Қазақшадағы экскаватор, электрик деген сөздегі дыбысынан келеді. About, amount, around. Ал енді мына дыбыстық белгілемелер не деп сұрасақ, бұлар жалпы кез келген сөзді сөздіктен қарасақ, қасында осындай қиғаш жақшаларда немесе тік жақшаларының ішінде әрбір сөздің оқылу транскрипциясы көрсетіледі. B әріпі, яғни оқылуы Б әріпі емес, B әріпі деп атаймыз. Міне транскрипцияда қалай B әріпінің оқылуы жазылған. Мынау қазақша түрі. Сонымен бұл сөздерде тек көбінде Б деп қана оқылады, яғни басқа дыбыс бермейді, тек Б деп оқылады. Big, bad, beautiful. Ал кейбір сөздері өте сирек кездеседі. Кейбір сөздерде қана бұл әріп оқылмайды, яғни үнсіз қалады деген сөз, silent деген үнсіз. Мысалы, мына сөздерді оқысақ, lamb, bomb, яғни Б сөздер оқылып тұрған жоқ. Lamb, bomb. Келесі әріп C әріпі. Міне C әріпі, яғни оқылу түрі, жеке тұрғанда оқылу түрін көрсеттік. Бірақ сөзде бұл әріп не С, не К болып оқылады. Сонымен қарайық, С болып оқылған кезде city, central, cycle. Ал К болып оқылған кезде cat, cake, can. Айырмашылығы неде? Яғни қай кезде біз С, қай кезде К деп оқимыз. Айырмашылығы өте оңай. Егер бұл әріп C әріпі мынандай әріптердің алдында келсе, I, E, Y әріптерінің алдында келсе, ол С болып оқылады. Міне, мысалда көріп тұрмыз. I, E, Y әріптерінің алдында келіп тұр, сондықтан бұл әріп С болып оқылады. Ал қалған кездің барлығында К болып оқылады. Бұндай әрине ережеге бағынбайтын кейбір сөздер бар. Мысалы, soccer деген сөз бар. Байқасақ, И әрпінің алдында міне С әрпі келіп тұр, яғни С болып оқылу керек. Бірақ бұл ережеге бағынбайды, soccer болып, К болып оқылады. Келесі әріп A, B, C-дан кейінгі әріп D әріпі. Бұл өте оңай әріп, бар болғаны Д деген ғана дыбысты білдіреді. Мысалы, they, drums, dot. Д деген қазақшадағы Д-ға ұқсайтын әріп. Келесі әріп И әріпі. Бұл A-дан кейінгі дауысты әріп. Мына B, C, D дауыссыз әріптер болатын. Бұл әріптің де оқылу түрі, 4 түрлі оқылу түрі бар. Өзін жеке дара айтқан кезде И әріпі деп айтамыз, ал оқылған кезде bed, red, pen, деген мынандай дыбысты берілуі мүмкін, немесе silent, үнсіз болуы мүмкін, яғни бұл әріп мүлде оқылмауы мүмкін. Fine, take, mule, яғни мүлдем И әріпі оқылып тұрған жоқ. Келесі түрі созылмалы И әріпі, яғни қос нүкте болған кезде кішкене емес И деп оқимыз. Me, be, seen, feel. Және үшінші қазақшаға келеді, Өге ұқсайды, мынандай Ö сияқты дыбыс түрі. Her, term, serve. Келесі үйренетін әріп F әріпі, яғни F әріпі деп айтамыз. Ал сөзде оқылуы тек F деген дыбысты білдіреді. Flower, foam, few. Келесі үйренетін әріп G әріпі, яғни қазақшадағы G деген әріпке ұқсайды, бірақ жұмсақ айтылады. G делінеді. Бұл әріп сөзде екі түрлі оқылады. Не G
дыбыстық белгілемесі мынандай болады, яғни транскрипциялық белгілемесі кішкене әріптен басқаша. Және г болып оқылады. Сөздерді көрейік. Gender, Germany, giant. Немесе г болып оқылады. Greece, goose, game. Енді бұл екеуінің айырмашылығы қандай? Яғни қай кезде біз ж, қай кезде г деп оқимыз. Өте оңай, алдын үйренген C әріпі сияқты. Егер бұл әріп I, E, Y мына үш әріптің алдында келетін болса, онда ол G деп оқылады. Ал қалған кездің барлығында г деп оқылады. Әрине бұл заңдылыққа бағынбайтын кейбір ағылшын сөздері бар. Мысалы, get немесе gift сөздері бар. Бұлар өте жиі пайдаланатын сөздер. Бұл сөздер мына заңдылық бойынша G деп оқылу керек. Яғни I деген әріптен алдын келіп тұр, немесе I әріпінен алдын келіп тұр. Бірақ ол заңдылыққа бағынбай get, gift болып г болып оқылады. Келесі әріп H әріпі, яғни оқылғанда H деп оқимыз, немесе транскрипциялық түрі H, міне ч деген белгіні осылай белгілеп тұр. Бұл екі түрлі оқылуы мүмкін сөздерде. Біріншісі қазақ тіліндегі х, қаһарман деген сөздегі х-ға келеді, өте жіңішке х түрі had, have, heard деп оқылады. Ал кейбір сөздерде бұл әріп мүлдем оқылмайды, яғни silent, үнсіз қалады. Мысалы мұнда our honest vehicle деп оқимыз, яғни H әріпі мүлде оқылып тұрған жоқ. Келесі үйренетін әріп H-тан кейінгі I әріпі. Бұл мынау A, E әріпінен кейінгі дауысты әріп болып есептелінеді. Сонымен өзі тұрған кезде, өзі жеке тұрған кезде бұны I әріпі дейміз. Ал сөздерде бұл үш түрлі оқылуы мүмкін. Біріншісі өте қысқа bill, fit, mix деп, яғни идің кішкене қысқа тұр. Bill, fit, mix деп оқимыз. Транскрипциялық белгісі міне мынандай болады. Екіншісі I деп оқылады. Kite, bite, lime. Және үшіншісі қазақшадағы ө деген дыбысқа келеді. Dirt, bird, skirt. Бұл мына р деген әріптің алдында келсе, көбінде осылай ө болып оқылады. Dirt, bird, skirt деп оқылады. Келесі үйренетін әріп J әріпі. Міне былай оқылады, J деп жазылуы да. Бұл әріп негізінде мынау G әріпіне ұқсайды. Бірақ жеке әріп болып қалыптасқан, яғни бұл әріппен басталатын сөздер көп. Бұл міне бірінші оқылу түрі job, juice, Azerbaycan. Ж деп оқылады. Екінші түрі транскрипциялық белгілемесі е дегенді білдіреді. Hallelujah, fjord деп оқылады. Келесі үйренетін әріп K әріпі. Бұл әріп міне былай оқылады, K деп оқимыз, яғни жеке тұрғанда K деп оқимыз. Ал сөзде екі түрлі оқылуы мүмкін. Біріншісі К дыбысын білдіреді, key, keyword, kelp. Ал екінші түрі K-де үнсіз болуы мүмкін, яғни мүлдем оқылмауы мүмкін. Көбінде бұл мына N деген әріптің алдында келетін болса, қазақша N-ға ұқсайды. Міне осы әріптің алдында келетін болса, оқылмауы мүмкін. No, night, ni. К мүлдем оқылып тұрған жоқ. Келесі әріп J, K, L әріпі. L өте оңай әріп, оқылу L дейміз. Және сөзде тек L болып оқылады. Міне транскрипциялық белгісі blend, bell, milk. Келесі әріп M әріпі. Оқылуы міне мынадай, M деп оқимыз. Сөзде тек M болып оқылады. Melon, mat, mother. М деген дыбысты білдіреді. Келесі әріп N әріпі. Дыбыстық белгілемесі мынадай. Net, nest, rent. Яғни бір ғана түрде оқылады, Н болып оқылады. Келесі әріп O әріпі. Яғни O әріпі демейміз, O әріпі дейміз. Бұл дауысты дыбыс, яғни біз осыған дейін A, E, I деген дауысты дыбыстармен танысқан болатымыз. Дауысты дыбыстар жалпы көп түрлі оқылуы мүмкін, яғни көп дыбысты білдіруі мүмкін. Сонымен қарайық, бұл әріп үш түрлі оқылуы мүмкін. Біріншісі O мен A-ның арасындағы дыбыс бұл fox, dog, job, яғни fox емес, немесе fax емес, fox, dog, job деп оқимыз. Келесі O деп мынандай қысқа U әріпін пайдаланамыз. O дейміз. Hope, rope, home деп оқимыз. Және үшінші түрі қос нүкте қойылған кезде міндетті түрде дыбыс ұзақ оқылады. O деп corn, sword,
lord деп оқимыз. Келесі әріп P әріпі. Бұл сөздерде тек P болып оқылады. Pie, pet, drop. Келесі әріп Q әріпі, яғни өзі жеке тұрғанда бұл әріпті Q деп оқимыз. Ал сөздерде, жалпы ағылшын тілінің сөздерінде бұл әріптің артынан міндетті түрде мына U әріпі жүреді, яғни бұл әріп өзі өте аз пайдаланатын әріп, және бұл әріптен кейін міндетті түрде U әріпі болады. Quick, quarter, quack деп W мынандай K деп оқиды. Quick, quarter, quack деп оқиды. Ал қазіргі кезде ағылшын тіліне, араб тіліне немесе басқа тілдерден кірме сөздер бар. Сол кірме сөздерде олардың тілінде жоқ Q әріптері бар. Сол әріптерге осы Q әріпінде ағылшын тілі пайдаланып жүр. Мысалы, Катар дегенді олар К емес Қатар дейді. Мысалы, біздің Қазақстан елінің де дүние жүзінде жазылуын өзгертіп жатыр. Міне осы ережеге сәйкес, яғни Қазақстан емес Қазақстан деп. Мына соғ деген сөз арабшадан келетін сөз. Бұны да осы Q әріпімен Q әріпімен Q етіп көрсеткісі келетін сөз. Яғни кірме сөздерде ғана осындай Q дыбысы үшін пайдаланып жүрген әріп түрі. Ал жалпы ағылшын тілінде тек мынандай қылып оқылады. Quick, quarter, quack деп оқылады. Келесі үйренетін әріп R әріпі. Міне оқылуы мынандай. Жалпы ағылшын тілінде R әріпі өте анық айтылмайды, яғни R деп айтылмайды. Кішкене R деп айтылады. Мысалы, бұл сөздерде тек R дыбысын білдіреді. Мысалы, мына сөздерді қарайық. Road, history, power. Яғни нақ R тілін айтып тұрған жоқ. Road, history деп тұрған жоқ. Бірақ кішкене жіңішке айтылып тұр. Road, history, power деп айтылады. Келесі әріп S әріпі. S деп айтамыз. Жеке өзі тұрғанда. Ал сөздерде екі түрлі оқылуы мүмкін. Көбінде S болып оқылады. Мысалы, sky, skip, books. Ал кей кездері Z болып оқылатын кездері де бар. Мысалы, rose, shoes, toes деп оқылады. Жалпы S әріпі сөздердің соңында келсе, сөздерді көпше түрге айналдыратын жалғау болып табылады. Мысалы, мұнда аяқ киімдер деген немесе S жалғау мұнда кітап, кітаптар, мынау books деген кітаптар деген сөз. Көбінде осындай S жалғаулары келген кезде кейбір сөздерде S, кейбір сөздерде Z болып оқылуы мүмкін. Ал rose деген сөз, ол жалпы сөз, роза деген сөз Z болып оқылады. Келесі үйренетін әріп S-тан кейінгі T әріпі. Бір ғана дыбыс түрін береді. T деген дыбысты. Tart, T, ties. Келесі үйренетін әріп U әріпі, яғни жеке өз тұрғанда U деп айтамыз. Транскрипциялық түрі міне мынандай болады. Бұл біз үйренген A, E, I, O әріптерінен кейінгі 5-ші дауысты әріп. Және бұның оқылу түрлері өте көп. Біріншісі ол A, кәдімгі A, қысқа A деп оқылады. Дыбыстық белгілемесі мынандай болады. Яғни транскрипциясы сөздің мынандай дыбысты көрсетеді. Оқылуын қарайық. Duck, luck, cub. Немесе өте қысқа U дыбысын білдіреді. Put, pull, push. Немесе дәл әріптің өзі сияқты U деген дыбысты да беру мүмкін. Mule, cute, mute. Және Ö деген дыбысты да береді. Burn, hurt, purse. Көбінде R әріпінің, міне мына R әрпінің алдында келсе, Ö деген дыбысы беру мүмкін. Burn, hurt, purse. Және тағы бір түрі кейде оқылмауы мүмкін. Мысалы, мына сөздерде unique, guard. Яғни U әрпі мүлде оқылып тұрған жоқ. Келесі әріп V әріпі. Дыбыстық белгілемесі міне мынада. Яғни сөзде бірақ түрлі оқылады. V болып оқылады. Violin, vote, Venezuela. Келесі әріп W әріпі. Яғни жеке тұрғанда бұл әріпті W деп әріпі дейміз. Ал бұл сөзде екі түрлі оқылуы мүмкін. Біріншісі ол кәдімгі O деген дыбыс. Мысалы, wolf, wet, swerve деп оқылады.
яғни қазақша баламасы у немесе яғни нақты о әрпі емес, бірақ wolf, wet, werf, swerf деген дыбыс түрі. Екінші, бұл әріп кейде мүлдем оқылмауы мүмкін. Мысалы, мына кездері бұл әріп оқылмайды. Who, whole, rap, rag, яғни W әріпі еш оқылып тұрған жоқ. Келесі әріп X әріпі, X дейміз. Бұл сөзде не кс немесе гз болып қалады. Мысалы, мына сөздерде қарасақ, box, fox, fax. Fax деген сөз бізде де бар, fax дейміз, немесе ксеркс дейміз. Ол осы ағылшын тілінен келген кірме сөздер, немесе кейбір сөздерде ол гз болып оқылады. Мысалы, мына сөздерде exam емес, exam, exhaust болып оқылады. Келесі әріп Y әріпі, яғни жеке тұрғанда Y әріпі дейміз. Ал сөздерде 4 түрлі оқылуы мүмкін. Біріншісі ол мына екі кезде, мынау біздің қазақ тілдегі қысқа и дыбысына келеді, яғни дауыссыз дыбыс. Yes, немесе мына жерде play, gray, boy деп оқылады, яғни дауыссыз дыбыс болып оқылады. Ал кейбір кездері бұл әріптің дауысты дыбыс роль атқаратын кездерде болады. Мысалы, мына жерде екпініне қарай и дыбысын атқарады. Мысалы, baby, happy, money, немесе myth, system, lyric деп оқимыз. Яғни мына екі түрлі дыбысты қойғанның себебі біреуінде екпін қатты, біреуінде екпін кішкене жұмсақ. Мысалы, мына сөздерде екпін өте жұмсақ, baby, ал мында кішкене екпін көбірек, myth, system деп айтылғандықтан екі дыбысты да қойдым. Және тағы бір оқу түрі ол I болып оқылады. My, type, unify. Келесі әріп Z әріпі. Кейде бұны Z әріпі дейді, кейде Z әріпі дейді, яғни жеке тұрғанда Z немесе Z деп айтуға болады. Бұның жалпы бір түрде ғана оқылады, Z деген дыбысты береді. Zoo, zebra, zoom. Сонымен біз ағылшын тілінің әліппесін қарап шықтық, және барлық әріптермен танысып шықтық. 5 дауысты әріптердің неше түрлі дыбыс беретінін көрдік, және басқа да дауыссыз дыбыстардың барлығын қарадық. Мысалы, Z, мынау Q әріптері, X әріптері ағылшын тілінде өте аз пайдаланылады, ал кейбір әріптер өте жиі пайдаланылады. Және кез келген сөзді негізі транскрипциясымен жаттаған дұрыс, өйткені транскрипциясы арқылы біз сөздің дұрыс оқылуын көреміз, және сол бойынша жаттап, көп сөз жаттағаннан кейін автоматты түрде басқа сөздерді де оқи беретін боламыз.